Біз бүгін таңғы асқа панкейки жасаймыз. Бізге керегі бірінші наубайшы ұнтағы, қант, жылы сүт, бір жұмыртқа, ванилин, ұн, растительное масло және тұз. Ең алдымен бір жұмыртқаға тұз қосамыз, кішкентай қасықпен. 3 үлкен қасық қант қосамыз, жақсарлап араластырамыз, жылы сүтті құямыз, растительное маслодан 3 үлкен қасық қосамыз және жақсылап араластырамыз. Ұнымызға разрыхлитель қосамыз және ванилинді қосамыз. Жақсылап араластырамыз ұнды. Жаңағы қоспамызға ұнды салып араластырамыз. Құрғақ сковородкаға жаңағы құймамызды құйып, панкейкімізді пісіреміз. Ешқандай жабыспайды. Міне біздің панкейкіміз дайын болды. Үстіне сұйық шоколадты құйып, әркім әрқалай әсемдеуге болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Таңғы асқа керемет завтрак. Іші міне мынандай болады. Жұп-жұмсақ.